Досбол, Ау, сен мен дұрыс түсінбеген сияқтысың. 6000 теңге емес, 60.000 теңге. болды, ақша түстен кейін болады, Құдай қаласа. Дегенмен рахмет. Бірақ мына жүрісімен қалай көмектеспексің? Ең дұрысы, одан да басқа малын қарастырайын. Сдача өзіңе ала сал. Да, Кайра. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Бауырым, сөйлесе аласың ба? Я, айта бер. Анам ауыр халес келе жатыр еді. Соған шұғыл түрде қарыз қалсын керек болып тұр. Топ бере аласың ба? Өзім қиналып жүрмін. Көмектесе алмайсың ба? Жоқ, бауырым, езавет. Қазір 6000 теңге бар ма деп сұрашы мені. Қаттыға жетеді, қарастырып көрші. Жоқ қой, родной. Болса берем ғой. Е? Кейін хабарласайық, е? Жарайды онда, жақсы. Осымен бірнеше достарыма хабарластым. Ешқайсысынан көмек болмады. Енді кімге хабарластым екен? Болды, досым. Ақша түстен кейін болады, Құдай қаласа. Ағылып отырған абонент аппараты өшірулі, немесе желінің қамту аясынан тыс жерде. Сіз оған дыбыстан кейін дауыстық хабарлама қалдыра аласыз. Ағылып отырған абонент аппараты өшірулі, немесе желінің қамту аясынан тыс жерде. Сіз оған дыбыстан кейін дауыстық хабарлама қалдыра аласыз. Тосик, сен мынауың ұят болды. Жоқ болса жоқ деп айта салмайсың ба? Саған сеніп қалдым ғой. Басқа амалын қарастырар едім. Сен де досым деп жүрмін ғой. Рахмет саған, типа дос. Ұятыңдасың, давай. Бұл өмірде анадан жақын жан бар ма? Махаббат атаулының барлығы дерлік, ол жанның құшағынан табылады емес пе? Сонда, мына құр қолдан ол үшін ештеңе де табылмағаны ма? Не істей аламын? Осындай уақытта ештеңеге де қауқарсыз. Өзіңе қолғанат бола алмағаным ай. Аға, ішке кірмейсіз ба? Анамыздың жағдайы қалай? Жағдайы жақсы, қазір ғана ұйықтады. Қандай перзентпін? Анашыма бір дәрі-дәрмегін де алып бере алмадым. Алып бере алмаған несі? Бағанағы дәрілерді сіз беріп жүрген жоқсыз ба? Қандай дәрілер? Бір сағат бұрын Досбол аға сізді беріп жүр деп алып келіп берді ғой? Сыныптасың Досбол ма? Иә. Айтпақшы, мына қағаз сізге беріп жүр. Досым, анаңның дәрісін кешіктірді деп ренжіме. Иә, білем, маған бірнеше рет қоңырау шалғанда шығарсың. Бірақ менің сенімен хабарласатын мүмкіндігім болмады. Бастығымнан алам деген ақшаны ала алмадым. Жағдай күрт өзгеріп кетті. Мынаған ары кетсе 40 000 теңге берем. 40 000 ба? Иә, одан артық бере алмайым. Бауырым, мына сағатымды қоса берейін. 60 000 теңге берші, өтініш. Қатты қажет болып тұр. Жарайды. Рахмет. Ақшаны таппаған соң телефонымды сатуға тура келді. Телефонды қойшы, дүние бітер. Ең бастысы, аналарымыз аман болсын. Достығымыз ажырамасын. Анаңа жақсылап қара. Досың, дос бол. Міне, сендердің осындай адал достарың бар ма? Ал өзіңше, өзің
осындай дос бола аласың ба?